Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып математика пәні 2 сабақ. Разрядты қосылғыштардың қосындысы тақырыбы. Бүгінгі сабақта 3 таңбалы сандардың құрамын анықтауды үйренетін боласыңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Шөл далада жауын-шашын аз түскендіктен онда ерекше өсімдіктер өседі. Ондықтары мен бірліктері жоқ 3 таңбалы сандарды тауып, оларды жаз. Сонда сен Қазақстанның шөл даласында қандай өсімдіктер өсетінін білетін боласың. Басқа да өсімдіктердің өсу ортасы туралы ақпарат ізде дейді. Балалар, мұнда өсімдіктердің суреттері берілген және ол жерден біз ондықтары мен бірліктері жоқ 3 таңбалы санды табуымыз қажет екен. Яғни ол 300, 600, 400 және 800 сандары. Олардың бірліктері де ондықтары жоқ, тек жүздіктері ғана бар. Ал мына 708 санның бірлігі 8, 940 санның ондығы 4 екен. Сондықтан да бізге қажетті сандар ол 300, 600, 400 және 800 сандары. Демек, Қазақстанның шөл даласында өсетін өсімдіктер ол сексеуіл, бетеге, тікен және жүзген. Тиісті сандарды дәптерімізге жазып аламыз. Екінші тапсырма. Жүздікті үлкен шаршымен, ондықты кіші шаршымен белгіле. 100 санында неше ондық болса, сонша кіші шаршының суретін сал, немесе жапсыр дейді. Балалар, біз жүздікті үлкен шаршымен белгілейміз, ал ондықты кіші шаршымен белгілейміз. Жүздікте 10 ондық болады, демек 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кіші шаршы сызып қойсақ болады. Үшінші тапсырма. Асы разряд дегеніміз не? Балалар, разряд дегеніміз бұл санды жазудағы цифрлардың орнын біз разряд деп атадық. Келесі тапсырмасы. 135 санында 3 разряд бар. Ол 1 жүздік, 3 ондық, 5 бірлік. Яғни мына жүзіміз, яғни ол 1 жүздік, 3 ол ондық, ал 5-іміз бірлік екен. Бұл санды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсетуге болады. Мысалы, 135 тең 1 жүздік қосу 3 ондық қосу 5 бірлік. Бұл дегеніміз 100 қосу 30 қосу 5 деген сөз. Ал енді мұнда қарайтын боламыз. Жүздік, ондық, бірлік. Жүздікке ондықты қосамыз, сонан соң бірлікті қосамыз. Ал енді сантиметр түрінде көрсететін болсақ, 135 сантиметрде 1 метр қосу 3 дециметр қосу 5 сантиметр. Балалар, 3 дециметр дегеніміз ол 30 сантиметр, ал 1 метрде 100 сантиметр бар. Демек 100-ге 30-ды қоссақ 130, оған 5-ті қоссақ 135 сантиметр болады екен. Осылай дәптерімізге жазып қойсақ болады. Төртінші тапсырма. Асы түсіндір және есепте. Мұнда да жүздік, ондық және бірлік берілген. Біз жүздікке ондықты қосамыз, сонан соң оған бірлікті қосатын боламыз. Ал енді мұнда 400 қосу 50 жүздік пен ондық берілген. Демек жүздікке ондықты қосамыз. 400 қосу 50 тең 450. 400 қосу 5 тең 405. 450 қосылған 5 тең 455. 670 азайту 70 тең 600. 677 азайту 7 тең 670. 677 азайту 600 тең 77. 509 азайту 500 тең 9. 590 азайту 500 тең 90. 590 азайту 90 тең 500. 789 азайту 9 тең 780. 789 азайту 80 тең 709. 789 азайту 700 тең 89. Осылай есептесек болады. Ал енді тапсырмасы. Жауабын сантиметрмен өрнекте. 4 метрге 5 дециметрді қоссақ, қанша сантиметр шығатынын анықтауымыз керек. Балалар, 1 метрде 100 сантиметр бар, сондықтан 4 метрде 400 сантиметр болады. Ал 1 дециметрде 10 сантиметр бар, сондықтан 5 дециметрде 50 сантиметр болады. 400 сантиметрге 50 сантиметрді қоссақ, 450 сантиметр болады. 4 метр қосылған 5 сантиметр. 4 метрде 400 сантиметр бар, оған 5 сантиметрді қоссақ, 405 сантиметр шығады. 4 метр 5 дециметрге қосамыз 5 сантиметрді. Балалар, 4 метр 5 дециметріміз бұл 450 сантиметр. Оған 5 сантиметрді қоссақ, 455 сантиметр шығады. 6 метр 7 дециметр 7 сантиметр. Азайтамыз 7 сантиметрді. Балалар, 6 метр 7 дециметр 7 сантиметріміз 677 сантиметр болады. Одан 7 сантиметрді азайтсақ, 670 сантиметр қалады. 6 метр 7 дециметр 7 сантиметрден азайтамыз 6 метрді. 677 сантиметр азайту 600 сантиметр тең 77 сантиметр. 6 метр 7 дециметрден азайтамыз 7 дециметрді.
670 сантиметр болады. Одан 70 сантиметрді азайтсақ, 600 сантиметр қалады. Келесі 7 метр 89 сантиметр. 7 метріміз бізде 700 сантиметр. Одан 9 сантиметрді азайтамыз. 789 сантиметр азайту 9 сантиметр. Тең 780 сантиметр. 7 метр 8 дециметр 9 сантиметріміз балалар 789 сантиметр болады. Одан 8 дециметр, яғни 80 сантиметрді азайтамыз. 709 сантиметр шығады. 789 сантиметрден 7 метрді азайтамыз. 7 метріміз ол 700 сантиметр. 789-дан 700-ді азайтсақ, 89 сантиметр қалады. 5-ші тапсырма. Сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде көрсет. Мұнда сандар берілген, оларды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. 354 тең 300-ді қосу 5 10-ды қосу 4 бірлік. Тең 300 қосу 50 қосу 4. 642 тең 600-ді қосу 4 10-дық қосу 2 бірлік. Тең 600 қосу 40 қосу 2. 438 тең 400-ді қосу 3 10-дық қосу 8 бірлік. Тең 400 қосу 30 қосу 8. 571 тең 500-ді қосу 7 10-дық қосу 1 бірлік. Тең болады 500 қосу 70 қосу 1. 634 тең 600-ді қосу 3 10-дық қосу 4 бірлік. Тең болады 600 қосу 30 қосу 4. 829 тең болады 800-ді қосу 2 10-дық қосу 9 бірлік. Тең 800 қосу 20 қосу 9. Осылай жазып шықсақ болады. 6-шы тапсырма. Есепті шығар. Метеоролог бір ай бойы ауа температурасының көрсеткішін 200 рет, бұлтты күнді 40 рет, ал жауын шашынды 5 рет белгіледі. Ол барлығы қанша мәлімет жинады дейді. Балалар, бірінші берілген жазып аламыз. Ауа температурасын 200 рет, бұлтты күнді 40 рет, жауын шашынды 5 рет. Барлығы қанша күн екенін анықтауымыз керек. Қанша мәлімет екенін шешуі. Ол үшін барлық санды бір-біріне қосамыз. 200 қосу 40 қосу 5 тең 245. Жауабы барлығы 245 мәлімет жинады. Балалар, метеорология бұл жер атмосферасы және ондағы болатын құбылыстар туралы ғылым екен. Ал метеоролог бұл табиғат құбылыстарын зерттейтін маман. 7-ші тапсырма. Сан сәулесін сыз, теңсіздікті таңда. Сан сәулесінде оның шешімдер жиынын белгіле, кез келген 5 мәнді жаз дейді. Балалар, мұнда теңсіздіктер көрсетілген және сан сәулесі сызылған. Осы теңсіздіктердің ішінен біреуін таңдап, оны сан сәулесінен шешімдерін белгілеп, кемінде 5 мәнді жазуымыз қажет екен. Мен мына біріншісін алып көрейін, яғни x 200-ден үлкен болғанда. Мына сан сәулесін сыздық, 200-ді белгіледік, x 200-ден үлкен сандар. Демек 210 артық 200-ден, 345 артық 200-ден, 405 артық 200-ден, 607 артық 200-ден, 986 артық 200-ден. Келесі теңсіздік ол x артық 300-ден. Демек 300-ден үлкен сандарды жазамыз. 300 кем 301-ден, 300 кем 446-дан, 300 кем 499-дан, 300 кем 645-ден, 300 кем 971-ден. Осылай жазсақ болады. 8-ші тапсырма. Қима қағаздағы өрнектерді пайдаланып, тура теңдіктер мен теңсіздіктер құрып жаз дейді. Балалар, бірінші екі топқа бөліп аламыз. Ол тура теңдіктер және теңсіздіктер. Бірінші тура теңдіктерді жазып алайық. Яғни екі жағы да тең болуы қажет. 9-ға 2-ні көбейтсек, 6-ға 3-ті көбейтсек те 18 болады. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады, 15-ті 3-ге бөлсек 5 болады. 18-ді 6-ға бөлсек 3, 12-ні 4-ге бөлсек 3 болады. Демек, бұл бізде тура теңдіктер. Келесі теңсіздіктер. 3-ті 7-ге көбейтсек 21, 7-ні 2-ге көбейтсек 14 болады. Демек, 3 көбейту 7 өрнегі бізде артық. 8 көбейту 4, 8-ді 4-ге көбейтсек 32, 18-ді 2-ге бөлсек 9 болады. Демек, 8 көбейту 4 өрнегі артық. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады, 12-ні 4-ге бөлсек 3 болады. Демек, 10 бөлінген 2 өрнегі артық болып тұр екен. Осылай теңсіздіктер құрастырсақ болады. 9-ші тапсырма. Көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте. Балалар, 1 центнерде 100 килограмм бар. Демек, 350 килограммда 3 центнер 50 килограмм бар. 3 центнер 80 килограммда 380 килограмм бар. 300 килограммда 3 центнер бар.
2 центнер 5 килограммда 205 килограмм бар. 2 центнер 40 килограммда 440 килограмм бар. 1000 килограммда 10 центнер бар. 270 килограммда 2 центнер 70 килограмм бар. 2 центнер 9 килограммда 209 килограмм бар. 2 центнерде 200 килограмм бар. Осылай өрнектесек болады. 10-шы тапсырма. 9, 1, 8 цифрларынан тұратын барлық 3 таңбалы сандарды құр, оларды кему ретімен жаз дейді. Балалар, бірінші берілген 9, 1, 8 сандар арқылы біз 3 таңбалы сандар құрастырып көрейік. 918, 981, 198, 189, 819, 891 деген сандар құрастырсақ болады. Ал енді осы сандарды кему реті бойынша жазайық. 9 кему реті дегеніміз, балалар, үлкен саннан кіші санға дейін жазамыз. 981, 918, 891, 819, 198, 189. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.